Ассалаумалейкум. Сіздермен бірге мен Айсұлу. Бүгін Наурыз мерекесіне торт жасаймыз. Алдымен ұн, какао, қант, қопсытқышты салып араластырамыз. Осылайынан ортасын ашып, ортасына сүт, сұйық май, сары майды, жұмыртқамызды қосып, бір келка қылып миксерменен араластырамыз. Араласқан массамызға бір қасық уксус қосамыз. Тағы да араластырамыз. Түсі сәл өзгереді. Мінекей осындай сұйықтықта болады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Сосын формамызды дайындаймыз. Мен 20 диаметрде жасадым. Формамызды фольгамен ораймыз. Екі қабаттап ораймыз, өйткені ағып кетпеу керек. Сосын дайын тестамызды құямыз. Осылай тегістеп 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен піспегенін таяқшамен тексеріп отырыңыздар. Бисквитіміз пісіп суимын дегенше крем дайындап қоямыз. Креміне творожный сыр, сахарная пудра, шекер қоссаңыздар да болады, сливки. Кәдімгі миксермен араластырамыз. Кремін істемес бұрын миксерді және істейтін ыдысымызды тазалап құрғатып аламыз, немесе шықпай қалуы мүмкін. Мінекей біздің пирогымыз да пісіп қалды. Пирогты піскеннен кейін сразу формасынан шығармаңыздар. Формада біраз суытып, шыққаннан кейін тағы да біраз суыту керек. Немесе үгітіліп кетуі мүмкін. Подложкамызды қойып, тортымызды жинаймыз. Бисквит сосын крем жағып, кезек-кезек қойып шығамыз. Торттарыңыз түзу шықсын десеңіздер, кальцо қолданыңыздар. Кальцо жоқ болса, кәдімгідей жинай берсеңіздер болады. Кальцодан босатып алып, осылай сыртын қаптап шығамыз. Содан кейін тағы да бір рет қаптаймыз. Енді бетін сәндеуге кірісеміз. Осындай вафельный қағаздарға алдын ала суреттерімізді шығарып аламыз. Енді осыларды қырқып, мастикаға жабыстырып шығамыз. Мастикаға жабыспаса, тортымыз, қағаздарымыз құртылады. Жасыл шөп ретінде осындай бисквиттерді қолданамыз. Бұның рецептін ендігі видеода шығаратын боламын. Видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Қағаздарымызға таяқша орнатып, мастикамен жабыстырып, осылай сәндеп шығамыз. Тортымыз өте әдемі болып шықты. Баршаңызға Наурыз құтты болсын.